2026 жылы сізді байыта алатын топ 3 халал компания. Дәл қазіргі уақытта осы 3 компаниямен бөлісетін боламын. Мына нәрсені ескеріңіз, бұл сізге осы 2026 жылға керемет акциялармен, құнды қағаздармен ақша табамын десеңіз, менен идея болсын. Әрине бұл жерде біліммен, дұрыс тәжірибе арқылы сатып алған жақсырақ болады. Бірінші компания ол Carda компаниясы, яғни бұл американдық технологиялық компания, тех секторға жатады. Дәл қазіргі уақытта бұл компанияның құны $105 шамасында сауда-саттыққа түсіп жатыр. Алдағы бір жылдықтың ішінде бұл компанияның құны $190-нан $200 бағасына дейін көтеріле алады деген болжамдар бар. Дәл қазіргі уақытта Carda компаниясы $105-дан сатып алатын болсаңыз, бір жылдың ішінде сізбен орта есеппен болжам бойынша 60-70% табыс бере алады. Яғни 500 мың теңгеңіз болмаса 1 миллион теңгеңіз болатын болса, сатып алып қойсаңыз, ешқандай да сізден тамақ та сұрамайды, ешқандай да сізді акция көтеріп жүруіңізді талап етпейді. Тек қана реал брокерлік шотыңыз болатын болса, артық ақшаңызға сатып алсаңыз, бір жылдың ішінен 60-70% табыс табатын болсаңыз, яғни 1 миллион теңге сатып алдыңыз, бір жылда таза 600-700 мың теңге үстінен табыс көре аласыз, және де сол мүмкіндікті беретін компаниялардың бірі деп айта аламын. Екінші орында Даниядағы ең ірі фармацевтикалық компания Envo компаниясы. Бұл әлемдегі қазір глобалды проблема болып жатырған семіздік, қант диабеті типті аурулармен айналысатын, яғни соларға препарат дайындайтын компаниялардың бірі. Бұл компанияның тарихы терең, және де бұл әлемдегі ең глобальный аурулардың проблемасын шешеді десем де болады. Бұл компанияның қазіргі уақытта құнды қағазы, яғни акциясы $36, $37, $38 аймағында сауда-саттық түсіп жатыр. Қазіргі уақытта әлемде әрбір адамның екіншісі қант диабетке ұшырап жатқандықтан бұлардың препараттары өте жоғары сұраныста. Болжамдар бойынша бір жылдықтың ішінде 40-50% өсім бере алатын компаниялардың қатарында. Яғни сіздің 1 миллион теңгеңіз болса, осы Envo компаниясын арзаннан алып, бағасы қымбаттаған кезде сататын болсаңыз, 1 миллион теңгенің үстінен 500 мың теңге таза табыс таба алатын боласыз. Үшіншісі MSTR компаниясы. Бұл дүние жүзіндегі ең ірі корпоративті биткоинді ұстайтын компания. Дәл қазіргі уақытта биткоинді бірнеше мемлекеттер резервке алып, биткоин ақша айналымына, электронды ақша айналымына түсіп жатқандықтан, биткоинға қатысты компаниялар 2026 жылы тренд болуы мүмкін. Бірақ мына бір дүниені ескеріңіз. Егер де бұл биткоинға қатысты компания болатын болса, биткоин өседі, биткоин құласа, бұл компанияда қосылып қатты құлдырап кетуі мүмкін. MSTR компаниясы дәл қазіргі уақытта $130-138 аймағында сауда-саттыққа түсіп жатыр. Орта есеппен бір жылдықта $350-400 аймағына дейін өсім көрсете алатын компаниялардың қатарында. Яғни 50-100% табыс бере алады деген болжам бар. Дәл сізге алдындағы мысалдарды көрсеткенімде, MSTR компаниясы 1 миллион теңге сатып алып қоятын болсаңыз, бір жылдықтың ішінде MSTR компаниясынан 500 мың 1 миллион теңге сіздің өзіңіздің салған ақшаңыздан пайда алып шыға аласыз. Дәл қазіргі айтқан топ 3 халал компания сіздерге тек қана идея ретінде берілді. Әрине бұл компаниялармен нақты шешім шығарып сатып алу үшін білім мен тәжірибе болу өте маңызды.